Қайырлы күн. Сиыр қауым, ешкі сиыр қауым, козоводство, птицоводство. В общем, бәрінде қамтып жатырмыз. Міне менің ертең 13-інде бір ай болады алып келгеніме. Балам кетірін жерде қорқып жатыр. Бір ай болады алып келгеніме, мына екі шүшті. Қазір овес жеп, сұлы жеп, жемін жеп, сабан ба, шөп, рулон алдым енді. Соны жеп, қазір рақаттанып жүр. Қазір кішкене шығарып жатырмын сыртқа шығарып, кішкене жайылсын. Мына жерде біздің жайылыс бар, кішкене. Ертең осы жерде биіктетіп көктемге қарай қоршау керек. Осы жерде көкшөп болады, күшті көкшөп болады. Жайылысқа жібереміз. Осының бәрі шөп, мына шөптің бәрін жесе шіркін жақсы ғой. Вот. Естіп жайып алып жатырмын. Жақсы қарда жайылып жатыр. Жақсы да. Кішкене өссін. Бұларды әлі қашыруға ерте деп жатырмыз. Көп информация жинап, қарап жатырмын. Енді 30-35 кило болу керек дейді. Бұлар әлі кішкентай. Ничего, қуып жетеміз. Аллаға шүкір, бәрінің қайыры. Екеуі күшті болып жайылып жатыр. Бар көрсетейін дегенім осы ғой, бір ай болды маған келгеніне. Ничего, өсіп жатыр. Аман болайық, мал жандарымыз аман болсын. Амандықта жүздесейік, заман тыныш болсын.